Мен алдында тұрған ғой 1 сағат. Қалай дегеніңіздер тойдан кейін жақсы демалдық. Ойбай кімдікі? Сіз ба? Кешеде бойыз десек. Шашу. Рахмет. Екеті кәсіпкерлік бізге. Алғашқыда дайындалып келген ғой десек. Қалайсыздар? Болатын едіңіз. Қазір де блогер ғой бірақ. Мен айтам, папа, Жанат ханым болса блогер болсаңызшы деп папамыз парақша ашып қойған кеше. Қайырлы таң, мына чайды ыстырып ішеді соған. Бір күндік мотивация одан кейін өшті де қалды. Еңбек керек. Ал жүріңіздер дастарханға жайғасып, етті түсіре қояйық, мінекей дайын етті. Болды түсіреді. Ал отыра қалыңыздар, қолымызды шайып, дәм татыңыз. Жатқыза салш. Міне келді қыздар. Салаттары несі бәрі күшті екен деп жатыр. Алматыда күшті баға берсін, значит күшті деген сөз. Ал как это так? Давайте. Ал енді қосыйды құшықпаңыз деп түзбек кереміз. Мінекей, ең арғысы екен деп. Әдеміз қадерсіңіз деп. Рахмет, сіздеріңізге сәттілік. Ұнаматыз. Мамам айтады, Астананың поварларына не болғанда кейде жақтырмай қалатын. Қонақтың бәрі деп бәлеге тапсың. Рас, реально честно отса, бәрі риза отыр. Қонақ риза болса, өзіңде риза боласың. Дәмсіз болып жемей отса, қысылып қаласың, дәмсіз болып қалды Құдай деп ше. Өзіңнен ыңғайса қаласың. Күшті отырмыз, рахмет. Сіздерге де рахмет. Ана дейма, сізде қайт болғанда бар орны ғой. Өзір дейма. Ременмен тәрбиелейтін отбасында айтып жатыр, ременмен тәрбиелейміз. Мен де сүйтемін таң аласа. Мен де сүйтемін. Тоже сөйтесіздер ма? Мен қорқамын өйтіп, бала жылап жатса өзім бірге жылаймын. Өте дұрыс тактика аласың. Мақпалдың кішкентай кезін айтып жатырмыз. Ол сияқты болатын. Мына Аяз атаны қараңыздар. Жанерке Аяз ата деген атағы бар. Мен қойғам. Иә, Аяз атаны да таратады. Сабыр азатын бар еді, мама. Ваняға барып келді, ерініп тұр. Қойшы, ерініп тұр. Осы жетеді. Мен айттым. Пока. Кел. Ал енді алыстан келген адамдарымызға хусиден құр шықпайды дейді. Орамал тоңылмайды жол болады деп. Бісміллә. Тарап жерейін. Айбай. Аязата келді. Жасар ханымға міне 2025-тің алтын әжесі деп сізге кашемир пальто. Ойбай. Әже болғаныңыз үшін. Астанаға киім деп қойсын. Әлем деген сөз. Әлем азаматтың әжесі бар. Ертең қалақса шуба кигіземіз міне. Мен осындай келген кезде ала қалса Мусаник бриллианты мен Сақина тағам деп едім ғой. Сол сізге осындай. Ой, бриллиант Сақина. Пальто күшті келеді екенсің. Тура өзіңіз Сақина. Я сказала да деңіз ал. Өзім брендімді жасап жүре беріңіз. Мына мини құлақ болып кетті ғой, шапан, пальто деп. Ал енді Айгүл әпкеміздің мамасы алсықты жақындағым келсе де енді қонақ болып бірінші рет келіп қапты. Сараның сандығынан осындай әдемі сізге шапан. Әдем болып жасап жүре беріңіз. Бенен крем маска осындай золотой. Ішін ашсаңыз өзіңіз қолданасыз. Бетіңіз әдем болып кетсін. Сізге де мінекей әдемі енді футболка. Сізге де осындай Мусаник бриллиантпен Сақина және де Ешін брендімен маска, футболка. Кукла өтеміз біздің. Сен бриллиантты бере салады екенсің ғой, бриллиант деп берсеші. Тағып жүрмін осының ағалым жалады ашпай ақтымыз көрсетші. Қолына келе ме? Және ғана келді, жолдарыңыз болыпты өзі, кеше ғана келді. Қазір осындай салып жүрмін арасында. Соған келе қалған ғой. Тур өзім тағып жүрмін, қараңыз. Тур ағалым жалады. Көзімді Мына белгілі футболисттің әйелі киіп жүр ғой, Джорджина, сол сияқты тура. Қола кішірді екен өзі. Больная темалар Бірінші хабар алғанда одан үйіне жүгіріп келеді. Жүгіріп келген күйде Хадижаға айтады, анамызға осындай маған жағдай болды дегенде, Заммелуни дейді, арабтың үстімді мына бір жапқышпен жапшы тоңып отырған сияқты қалтырап тұр дегенде, Хадижа анамыз байқайды, бір қасиет қона бастаған. Сол көзде тұрып мына сөзді айтады. Сіз шындықты сөйлейсіз. Сіз ағайындардың ортасын
бұзбайсың дейді, достығыңды, ағайындықты жақсы ұстайсың дейді. Үшінші сөзі, ешкімге қиянат жасамайсың дейді. Сонда жаңағы әйелдің сөзін тыңдаған ғой Хадиша. Сондықтан осы жерде ең маңызды нәрсе әйелдің сөзін ол ешкім тыңдама демейді. Әр тұлғаның артында анасы тұрады, әйел тұрады. Яғни сол оған дұрыс мәселе айтып отырады. Үйіне келген кезде әйел қойшы басымды қатырмай десе мысалы, не қылады енді әйелді тыңдаған адам жалпы жаман болмайды. Мысалы қараңыз, кім Әбілқайыр хан атамыздың әйелі Бопай деген бапам анамыз өткен. Сол Бопай анамыз 8 тілде сөйлеген дейді. 8 тілде сөйлеген әйелдердің ішінде осы кісімен кім айтады? Кенесарының әйелі Күнімжан апамыз айтады. Сондай дана, білімді, дара кісілер болған. Ханды сондай жетектеген, бірақ әйелдің де әйелі бар. Кей кезде біз әйелді құрметте десе, анасын ренжітіп құрметтейтіндер бар. Кейбір бауырларын басып құрметтейтіндер бар. Әйелді тең басып ұста десе, Алла разы болсын, аман болыңыздар, тендеріңіз сау болсын. Қандай жақсы ниет. Міне осы мәселе даже мен қазір риза болып отырмын да, қанша тамақ. Бірақ осы бір жақсы көңіл, жақсы ниет, бейіл бәрі жоғары тұрады. Рахмет сізге, көргенде кейінгі балаларға, жалпы адамдарға, адамды Имам Ағзам деген кісі өткен ғой, сол Имам Ағзамның үйі сол дәуірде екі этаж үй соққан екен, Бағдатта бірінші болып. Сосын бәрі айтады дейді, сіз имам бұл үйде құтырдыңыз ба, неге екі этаж үй соқтыңыз десе, Бағдаттан Куфаға кірген адам бірінші менің үйімді көрсін депті. Не үшінсе, қонақ маған келсін. Бүгін гостиница жоқ, басқа жерде жоқ. Күн көрінген кіремін, ол біреудің үйіне кіріп барады, иә, ол жағдай болмай қалуы мүмкін секілді. Ол да ренжиді, сен де ренжисің. А мен үйім болса ана үйге барасың дейді, сол үйге кіресің деп кіргізіп құрмет қылған екен. Сондықтан сіздің мынау кең пейіл ниетіңізге мынандай нәрсе жасағыңыз өте жақсы. Алла разы болсын сізге. Рахмет.